Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Бір кісі үйінде отырып қызын сағынады ғой, тұрмысқа кеткен қызын. Қоңырау шалады, бірақ өзінің қызына түспейді. Басқа бір қызға түседі. Немесе біреудің қызына түседі. Ол қыз бірақ өкінішке орай не әкесі, не шешесі болмайды. Айырылғанына көп болмайды. Әкесі шешесінен қол үзгеніне көп болған шамасы. Ол да шешесінің сондай қоңырауын сағынып жүреді. Сағынып жүрген кезде шешесі қоңырау салады. Ау қызым деп. Қараңыздаршы, бір сан былай түседі ғой. Сөйтіп, ау деп отырып қалады. Бірақ мен емеспін сіздің қызыңыз деп айта алмайды. Өйткені ол да анасы сағынып жүр. Қызым, хабарласпадың ғой, мен сені сағындым ғой. Неге үнсіз кеттің? Барсың ба өзің деп анасы барын не қылып жатыр. Мен саған шай алдым, тәтті кәмпит алдым, екеуміз отырып шай ішейік дейді. Сол кезде шыдамай ар жақтағы қыз жылап жібереді. Бірақ сіз жаңылысып түстіңіз. Ана дейді. Мен сіздің қызыңыз емеспін, мен бөтен қызбын дейді. Мен де анамды сағынып отыр едім. Кешірерсіз деп жылап қойып жібереді телефонды. Бірақ ана ғой барлығын түсінеді. Қайтып жалма-жан телефон қылады да: қызым, сен ренжіме. Мен саған барам бүгін. Анаңның орнына мен ана болам, мен түсінем жақсы. Екеуміз отырып шай ішеміз дейді. Қуанып кетеді. Мен сізге қазір мекен жайымды тастап қоям телефоныңызға, келіңіз. Мен шай қайнатып қоям дейді. Көрдіңіздер ма? Біреулерге бір көру, бір қоңырауын күту, бір қоңырау шалудың өзі зар болып жүрді, ал біреулер сірісінен басып жүр. Бір ата-анасы өлмейтіндей, өмір бақи қасында жүретіндей көреді. Қолда барды алтынның қадірі жоқ деп көп айтамыз, сол нәрсені қадірлемейміз. Рас, ол әңгіменің шыны. Я деп, мысал үшін менің де әңгімем тыңдайды да қояды. Я, ағам айтады, керемет айтып жатыр деп айтасыздар ма оны, мен айтып жатқанымды. Бірақ оны істемейсіздер, оны мойындау керек. Бірақ дегенмен де 100-ден бір екеуіне пайдам тисе де осы видеом, соның өзі маған қуаныш. Ата-аналарыңыз аман болсын. Дүние тұрғанша тұрсын. Дендеріңіз сау болсын.